Мен көтере алмай жатамын да. Тәует көтерсек болмайды жоқ. Көтере аласың ба? Маған мотивация жетпей жатыр дейді. Мотивация деген не дейсің да? Кет мотивация туралы айтамыз. Қиялға жоқ, айтасың. Мотивация жетпей жатыр ма? Мотивация деген не ол дейді. Бекер. Не бүйтемін да жүр кеттік көрсетеміз айтамыз деймін ба. Не болды? Бір нәрсе жетіспей жатыр. Не жетіспей жатыр? Білмеймін, бір нәрсе жетіспей жатыр. Не ол? Мотивация ғой деймін. Мотивация ма? Иә. Не ол? Жеті нәрсе. Короче, достар, қазір мотивация туралы айтатын боламыз. Кеттік. Ассалаумағалейкум достар. Қалайсың бауырлар? Достар, бүгінгі видеода біз Және көрген шығарсыздар. мотивация туралы айтатын боламыз. Сонымен достар, мотивация дегеніміз не? Мотивация дегеніміз ол уақытша нәрсе. Біріншіден айтқанда. Жоқ. Сен мотивацияны былай Анықтамасын айтып кетейін ба? жоқ, бізге былай көреміз ғой біз мотивация. Соны айтшы, сосын өтірік нәрсе екенін айтып жібересің. Жоқ, сен тұрсың ғой, біз мотивацияны былай. Анықтамасын айтып кетейін. Сонымен достар, мотивация туралы айта кетейін. Мотивация дегеніміз не? Мотивация дегеніміз ол біздің өміріміздің алынбас бір бөлшектерінің бірі. Короче, достар, мотивация дегеніміз ол біз жүрегіміздегі от, миымыздағы Точно жай. достар, сондай мотивация туралы айта кетейін. Мотивация дегеніміз не? Мотивация дегеніміз ол біз мысалы белгілі бір нәрсені көріп, сол адам сияқты болып келіп, өзіңе мотивация беріп, не болмаса белгілі бір видеоны көріп, сол видеодан ол саған мынаны істе деп айтып, сен соны айтқандарын істегің келіп, сен сол сияқты сол айтқан нәтижелерге жеткің келеді. Соның бәрі мотивация, короче, достар. Мотивация дегеніміз бәрі ол. Мысалы, екеуміз егер айтайын көріп, содан мотивация алып, видео түсіріп бастаған болатынбыз. Сосын біз видеоденка сияқты түсіріп кеттік. Сосын негізі достар, мотивацияның жақсы жағы да бар, жаман жақтары да бар десек болады. Негізі жақсы жақтары көп. Сонымен айта кететін болсам, мотивация деген біріншіден айтатын болсам, біріншіден уақытша нәрсе. Уақытша нәрсе болады. Мысалы, біздің де мотивациямыз көп уақытқа жетпейді ғой. Уақытша нәрсе. Дейсің да. Кез келген тірлікке ол мотивация іздеп, ондайдың керегі жоқ. Одан да қалай айтса болады. Сол тірлікті жасауға тұрақтылық керек. Дисциплина деген бар, дисциплина керек. Егер сізде дисциплина болатын болса, онда істейді. Мен айтып кетейін, мотивацияны енді Рамазан жалпақ түрде бәрімізге түсінікті түрде айтып жоқ. Қайтадан мысалы дейін. Мотивация туралы айтып кетейін. Рамазан және айтып өтті, сіздерге жалпақ түрде барлығымызға түсінікті түрде айтып кетті. Ал мотивация ол ғылыми түрде айтқан кезде психология тілінде ол түпкі деген мағынаны біледі, яғни қозғау. Бір істі, бір адамды көріп, немесе өзінің ішінен жан-дүниен қалап тұрып, соған бағыттайтын қозғалыс десек те болады. Яғни іс-әрекет жасайды. Енді мотивацияның екі түрі бар, ол ішкі және сыртқы. Оның былайша айтқанда сен ішкі деген ол сен ішіңнен басқа сыртқа қарамай өзің толпа дейді ғой. Топтың арасында олар басқа нәрсе істеп жатса, сен өзіңе керек нәрселер арқылы, өзіңді ынталандыру арқылы соған жету. Ал сыртқы дегеніміз ол сырттағы адамдардан үлгі алып, мысалы болса Стив Джобс немесе сондай үлкен компания немесе спорттан Брэд Питт соларға үлгі алып, тағы да жетістікке жету. Солардың несін пайдалану. Сосын сыртқы және ішкі мотивацияның ол енді оның зияны да пайдалы жақсы жақтар бар. Оны әрқашанда салыстырмалы түрде қолданып отыру керек. Сол кезде солай болады. Негізі бәрі мотивацияның тура қорытындысына келгенде ол уақытша, шынымен уақытша нәрсе. Мысалы, егер мотивация шын болса, онда әлемде кедей адам қалмайтын еді. Немесе бай адамдар көп болатын еді егер сол болса. Мотивацияның орнына тұрақтылықты дамытайық, мотивация көре бергенше.
Егеміз онда болса видеомызды аяқтайық. Сіздерге барынша пайдалы болды деген ойдамыз. Сіздер ойлап қалмаңыздар, біз сіздерге мотивация тауып Олай біз олай ешкімге ештеме айтпаймыз, себебі кез келген адам өзіне керектісін бәрін біледі және керектісін бәрін жасайды. Және достар, егер біздің видеомыз сіздерге ұнаса, каналға тіркел. Бірақ та мотивация ол бәрібір керек болады өмірге. Достар, мотивациясыз ол ешқандай істі бастай алмайсыз. Сондай болса видеомызды аяқтайық, салыңыздар. Достар, видеоның соңында бір жеме айта кетсек едік. Сіздерге өте керемет канал. мықты жеги каналы, яғни мықты бала түсіреді. Мықты бала. Оның каналына кіріп тіркеліп кетіңіздер. Пайдалы ақпараттар аласыздар. Оны видеоларын көрсеңіздер 1000 және де 2000-ға дейін просмотр жинап жатыр, яғни халыққа керек, адамдарға керек пайдалы кеңестер айтады. Біз сияқты біздің жолымызды қуған бала. Ондай болса достар, не дейміз? Соған тіркеліңдер, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, қуанышын басуды ұмытпаңдар. Сосын достар, ссылкасы астында комментарияда болады, немесе описаниеда. Ондай болса достар, видеомыз аяқталды. Мықты жегейдің каналына тіркелуді ұмытпа, және біздің каналға тіркелуді ұмытпа.